30 сабақ әліпби дейді. Бірінші жолы өлең түсініп оқы дейді. Әліпби. Әліпбиді біліңдер. Онда жүйе қалып бар. Біздің қазақ тілінде 42 әріп бар. Әліпбидің басында А командир тұрады. Басқалары қасында әріп санап әріп сапын құрады. Әліпби деген не? Әліпби дегеніміз әріптер, иә? Осы. Қазақ әліпбиінде 42 әріп бар екен. Әліпбидегі әріптің аты аталып, орын ретті белгіленеді дейді. Екінші жолы әріптерді оқы дейді. Баспа түрі, жазба түрі, әріптердің аты, баспа түрі, жазба түрі, әріптердің аты дейді. А, Ә, Б, В, Г, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, қысқа И, К, Q, L, M, N, N, O, Ü. P, R, S, T, U, O, Ö, F, H, H, C, Ç, Ş, T, Ş, ayırı belgisi I, E, жіңішке белгісі Ю, Я екен, иә? Ю, Я екен, иә? Әліпбидің дауыссыз дыбыстарын қалай оқылатынын айт дейді. А деп аузымызды кеңге ашып оқиды екенбіз, аха. Үшінші атау сөздерді тауып, оларды әліпби ретімен жаз дейді. Айша, ай, соң ша. Ай, жан. Ас. Бұл жерде қ болып тұр. Қасық болады, иә? Мына бірінші Айша, Айжан, балық шы, тау ық, алтын. Мына мынау үшеуін бірінші жазасыздар. Сойнаны төртінші. Мына жерде қасық деген сөз шығады екен, иә? Үсіп жазады екенсіздер.